Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге 12 жылдық тәжірибесі бар дәрігер невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Менің алдыма келетін 50 адамның 45-інің белі ауырады. Осы бел ауруы не үшін пайда болады? Қандай клиникалық көріністері бар? Және де осы бел ауруын алдын алу үшін не істеу керек? Қайта-қайта қайталанбас үшін, қайта-қайта дәрігерге жүгінбес үшін не істеу керек? Қандай жаттығулар жасау керек? Соның барлығын осы видеода айтатын боламын. Енді грыжа ауруын айтайық. Грыжа дегеніміз ол біздің бел омыртқамызда орналасқан омыртқалардың ортасында дисктер болады. Бұл дисктер омыртқаның ортасында амортизатор сияқты омыртқаны бір-бірінен ажыратып отырады. Бел ауру кезінде ең жиі кездесетін ол грыжа. Грыжа ол осы омыртқа арасындағы дисктің жарылып, ортасындағы ядросының сыртқа шығуы. Бұл ядро сыртқа шыққаннан кейін біздің нерв талшықтарымызды қысады. Яғни бел омыртқасынан аяққа қарата нерв талшықтар шығады. Осы нерв талшықтарды қысқаннан кейін бел ауруы аяққа қарата таралады. Аяқтың артқы жағы мен кейбір жағдайда сол аяқ, кей жағдайда оң аяқ. Ол мынау грыжаның басқан нервісіне байланысты. Яғни сол жағын басып тұратын болса, сіздің сол аяғыңыздың артқы жағымен сыздап ауырады. Оң жағын басатын болса, онда оң аяғыңызға осы ауру сезім беріледі. Енді осы грыжа сіздерде пайда болды. Сіз дәрігерге қараласыз. Дәрігер сізге МРТ-ға жібереді. МРТ-да осы грыжаның қай омыртқада орналасқанын білетін боласыздар. Енді дәрігер обычно сіздерге қабынуға қарсы дәрі-дәрмектер береді, миорелаксанттар береді, және де физиопроцедура, иглотерапия, массаж деген сияқты әртүрлі сіздерге тағайындау жасайды. Бұл тағайындаулардың барлығы сіздерге уақытша көмектеседі. Бұл грыжа қайта-қайта сізді мазаламас үшін сіздер не істейсіздер? Ең алдымен сіздер арқа бұлшықеттерін дамытатын жаттығулар жасауларыңыз керек. Осы грыжаның ең түпкі себебі осы біздің арқа бұлшықеттеріміздің әлсіздігінің әсерінен болады. Не үшін? Өйткені біздің мынау дискімізда қан айналым болмайды. Қан айналым, қан тамырлары болмайды. Олар бұлшықет арқылы өздеріне қоректік заттарды алып отырады. Егер сіздің бұлшықетіңіз әлсіз болатын болса, осы дисктарда қан айналым бұзылады. Қан айналым бұзылғаннан кейін сіз сәл ауыр көтеріп қалсаңыз, немесе сәл резкий бір движение жасасаңыз, немесе бір белгілі бір машинада келетсаңыз да, қандай момент болса да, бұл грыжа ұстап қалуы мүмкін. Яғни бұл ядро жарылып кетеді. Енді сіздер қайта-қайта дәрігерге келе бермес үшін сіздер арқа бұлшықеттерін дамытатын жаттығулар жасайсыз. Ол жаттығуларды сіз бел ауру кезінде жасай алмайсыз. Өйткені грыжа кезінде сіздерде кәдімгі қабыну процесі болады. Сіз мысалы қолыңыз сынса, сол сынған қолмен жаттығу жасамайсыз ғой. Дәл сол сияқты омыртқамызда обострение болған кезде, именно грыжа бізде қысылып тұрған кезде, қабыну процесі болып тұрған кезде, сіздер ешқандай жаттығу жасамаңыздар. ютубтан бір жерден қарап жаттығу жасайтын болсаңыздар, сол моментте одан бетер белдеріңіз ауыратын болады. Сондықтан реабилитациялық жаттығулардың барлығын сіздің беліңіз ауырғаннан кейін 2 айдан кейін ғана жасауға болады. 2 айға дейін біз омыртқаға тыныштық береміз. Тек қана дәрігердің айтқан тағайындауларын жасайсыздар, және де жаңағыдай тыныштық бересіздер омыртқаларыңызға. Енді сіздер арқа бұлшықеттерін дамытатын жаттығуларды менің келесі видеомда көре аласыздар. Және де ауру сезімді қалай басуға болады, сол туралы жаттығуларды мен келесі видеода сіздерге айтатын боламын. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Instagram желісінде, YouTube желісінде көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сондықтан менімен бірге болыңыздар.